Кафедегі жағдай. Іште дағы төбелес болды ма не? Бағана қырғын төбелес болды ғой. Ананы кім ұйықтатты саған? Оны бір боксер жағынан ұрып ұйықтатқан. Ананы ше? Оны бір борец прогиб қадап ұйықтатты. Ал ана біреуді кім ұйықтатты саған? Бұны кикбоксер ұйықтатты. Ананы кім ұйықтатқан? Оны әжесі ұйықтатып тастады ертеге айтып. Так, хорошо. Мына жағдайды полицияға не деп айтамыз енді? Полицияға қалай айтамыз дейсіз бе? Иә? Қазір келем. Келін басы. Жынсың ба, қақта жүрсің, полицияға не деп айтамыз деймін ана? Оны білмедім. Сессия кезіндегі студенттердің типтері. Группа ертең агрубашкамен классикамен келіңдер обязательно. Білесіңдер ғой, апайлар алдан қалады сонда. Староста сөйлесіп көрш, рахметімізді айтамыз ғой, қойып берсін да. Ема 50 қойып берсе жетеді. Группамен спор жасап сатып жатырмын, алатындар бар ма? Группамен атам қайтыс болды. Айтсаңдыр 50 қойып берсесін. Ертең бағамайтжан. 2000-нан жинап берсе қойып береді дейді ғой сол апай. Группамен таңертең салында боята салындаш, просто тұра алмай қалатын сияқты. Кім Алматыда қалып, Новый годқа хата іздейді да, сосын таппай қаламыз. Айжан сенің сіресіңді кісет еткізіп өткізе салсам, сосын апай біліп қойып отса, айтам ғой өзім алдым деп Айжаннан. Группа апай номер кімде бар? Президентский стипендияға осы сабақ қана ұстап тұр еді. Майра, апай саған автомат қойып берем дейді. Уайымдамай, сәбиін дүниеге әкеле берсін деп жатыр. Үйленбесек болмайды, мама пападан ұят көтті қайтпесеш. Үйленбесек болмайды. Үйленіп алған кайф қошы, кірің жуылы, тамағың дайын. Негіз оны үйленбей-ақ істей бересіз ғой. Амилай құрлы жоқсыз ба? Байт сен мен Амилаға теңе келіңші. Қуасың сен? Алиса үйрейді. Үйленбесек болмайды. Жанымызға жатқан адамға тақалып, құшақтап, искелеп өліп барадық қош. Кеше сен ба менің жаныма жатқан? Иә. Бүгін жатпай қойшы, кетші. Көтеріп қойшы. Ауылдағы бір адамдар айтады, үйленіп алсаң кайф қой дейді деген. Неге? Сақ қойып жатар жүрсің дейді. Неге үйленсең бар ғой, аяқ қолы жуан қызға үйлену керек қой. Кейін бала шағаң ірі болады да. Брата, үйленейін деп отырмын мен. Сен қызың жуындырып көрдің ба? Көрдік қой. Абайла әйтеуір Амилаға ұқсап бір еркек келіп тұрмасын, мен саған бадар күліп. Ондаймын. Үйленіп алу керек негізі бар ғой. Менің жастылардың бәрінің бала шағасы бар ғой. Сенің ше? Паласың астын көру керек қой. Балам шық деп. Алдын ала дайындалатын досың. Туған күніме не сыйлайсың маған? Ақша ма? Қазір беріп қойшы екен. Сен туған күнің жазда ғой? Сақтау жазда қиналмайсың. Бір қызды ұнатып қаламын да, короче, соның артынан жүгірем, сосын тізерлеп сөз салу керек болады. Сол кезде тізе шықпайтын шалбарды қайдан алуға болады? Просто шалбарға жалып. Жаңа жылға хата алып қоймасақ ше, қазірден ертең тақалғанда 100 мың, 200 мың деп кетеді. Әлі 20 күн бар ғой. Онда сол кезде мен 5 мың берем, хорошо, ақша сұрамаңдар. Кеше братан қалтамнан темекі тауып алған ғой, короче, и как келатыр. И келет та сразу резко ұрады. Артқа құласам ұстаққа шырадың, хорошо? Или былай құлап атсам, мынау тірек қалады, тәуелсіздік күні келатыр ғой, не істейміз ол күні? Елбасымыз тойлаңдар деп әпер қойған жоқ па? Ол күні менің туған күнім ғой. Онда саған не повезло ғой, брат? Брат, дәрі бар ма? Ішіп алайын. Ауырып тұрған жоқсың ғой сен? Просто 8 март ауырып қалатын сияқтымын. Бірақ ол күні ауырып қалсаң нормально ғой да? Рубешка ғой, короче. Апай қойып беріңізші. Пайде қойып бересіз болады ғой. 2 ақпал ғой сонда. Мен летаға қалдырғаннан байып кетпейді ғой апай. Мен универ бітірем ғой, анағайды көшеде көріп қалсам, вообще амандаспай қасына өтіп кетемін. Көреді ғой. Апай қойып беріңізші деймін ше. Қоймаймын дейді көресіз. Апай, пожалуйста, қойып беріңізші деймін. Қоймаймын. Қоймасаңыз, қоймаңыздар. Шығып кетіп барып 1 сағаттан кейін қарасам, балды қойып қойған ғой. Қойш. Біздің староста действительно мықты екен, сөз жүреді екен ойлайсыз. Бір қол босағанда группа болып жиналып бір подарка беріп қояйық та. Ағай қойып беріңізші, сыйлығыңызды әкеліп берейін деймін ғой. Бүйтіп ойланып тұрып, Қазақстан коньяк ішемін дейді, сөйтіп қойып берді. Бір апай бар да, ұлдарды жақсы көреді, бәріне бал қойып берді да. И қыздарды алып қинайды ғой да қазір. Обычный күндері группада азақ адам отыратынбыз ғой. Рубешка жақындағаннан кейін группа толып, көрмеген группаластарыңды көргенсің ғой ойлайсың.